Жарылғапов 1918 жылы Жаңарқа ауданына қарасты Көктал деген жердегі Тұтқышбай ауылында Манақа өзені бойында дүниеге келген. Белгілі әдебиетші, аудармашы, жазушы. Каспийді Мәскеу жоғарғы дипломатия мектебін бітірген. Каспийде оқытушы, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Жұлдыз журналы бас редакторының орынбасары, КСР баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөнінде мемлекеттік комитетінің бас редакторы болды. Қазақстан жазушылар одағы жанындағы көркем әдебиетті насихаттау бюросының директоры қызметін атқарды. Ислам Жарылғапов әдеби аударма саласын дамытуға, аударма теориясын зерттеуге зор үлесін қосты. Көптеген ақын жазушылардың, саясаткерлердің әр жанрдағы шығармаларын қазақ тіліне аударды. Қазақ тілінің сөздік қорын байытып, аялдама, балмұздақ, жағажай, тағы басқа көптеген жаңа сөздер қосты. 1993 жылы дүниеден озды.